Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаңбырдан кейінгі ауламды көрсетейін деп тұрмын. Кеше өте әдемі болып тұрған негізі. Кейбір розаларым құлап қалған, шешіліп, мына жердегі розам. Кейбірі сынып қалған. Алдыңғы қатты бізде 10 күннен астам қатты жел болды. Сол кезде рабусталарым сынған еді, бір 2-3 бұтағы. Бұл жолы энессастыр сынып қалыпты. Ықта тұрса да сынып қалыпты. Мынау бір рет қана гүлдейтін розам. Мынау Александр Маккензи. Биыл көктемде осындай жаңадан приросттар берді, және гүлдерімен беріп жатыр, бутондарымен бұйырса. Бұрындары қатты өспейтін ол. Мына жерде княжықтармен көп гүлдерін лақтырып тастады ол алдында. Көбін жұлып тастадым. Кешегі жаңбыр барлық гүлдердің шайқап ұрып тастады. Мына жерде де Джон Дэвисім жақсы гүлдеп тұрған еді. Оларды Джон Дэвистің бірақ гүлдері әзірше тағы да бар. Ашылатын бутондары да көп. Сонда да жаңбырдан кейін ұрып тастады. Мынау клематисім өте үлкен гүлдер. Мына жақта бар. Биыл клематистерім дұрыс байланбады, өйткені мына жерге Джон Дэвисті байлаған едім, сол себепті бір-біріне қатты шырмалып қалыпты. Бірақ сонда да енді гүлдеп тұр. Мына жердегі Apple Blossom плетисті роза, бұл да жаңбырдан еңкейіп қалған барлығы. Өйткені әзірше дымқыл болып тұр, кешегі күн ұзағына жауған жаңбырдан. Ал мына жердегі розам енді ашылып келе жатыр олар. Мына жердегі клематисімді осы розаны осы жерге байлаған себепті мына жерге бір-біріне шырмалып гүлдері төменде тұр. Өте әдемі. Үлкен гүлдері бар. Бірінші гүлдері әр уақытта үлкен болады, одан кейін ұсақталады. Мына жерде президент деген клематисім енді бұл көрінбей қалып жатыр. Өте әдемі клематис. Бойы биылда көтерілмей тұр қатты. Тағы да бар. Көтерілсе деп тұрмын. Бутондардың барлығы астында. Розаның астында қалып қойып тұр. Негізі ол өте биік клематистердің бірі. Мына жерде де арқам шамалы еңкейіп қалған. Жаңбырға байланысты. Мына розаларым алып кетіп тұр ғой деймін. Мынау Аделаида Худлес жайлап ашылды. Енді ашылғанына да бірталай күндер болды. Негізі түсіре қояр ма едім, қолым тимей. Мына жерде мынандай болып тұр. Аделаида Худлестің иісі жоқ, ал мына қасындағысының иісі өте күшті. Дәл осы жерде тұрғанда иісі келіп тұр. Одан кейінгі ең жақсы иісі бар гүл, мынау Алибаба деген. Алибаба гүлдерін көп ұстамайды, бірақ иісі өте күшті иісі. Алыстан тұрған кезде иісі сезіледі. Биыл өте гүлдері көп, жақсы қыстағасын.
жақсы гүлдеп тұр. Мынау розанна. Бұйырса розанна енді гүлдейді бізде. Мына жерде тағы бар біреу. Мына үйдің алдындағы розалар енді ашылайын деп тұр. Екі плетистый роза. Одан кейінгі сіздерге көрсетейін. Мына жердегі спрей розаларым енді ашылғалы тұр. Мына розаның бір қасиеті көлеңкеге қарай кетіп қалады екен. Ана жердегі розамда дәл солай болып тұр. Екеуі бірдей. Флорентина енді ашылуға дайын. Мынау аскот деген роза. Бұл әзірше тұр. Одан кейінгі Эшли міне. Мына розалар менде ең бірінші болып ашылды. Жабылатын розалардың ішіне ең бірінші болып ашылған. Мына цикламен Пьер де Рансар ашылуға дайындалып жатыр. Жалпы цикламен мен Пьер де Рансар өте баяу ашылатын роза. Және розаларын өте ұзақ ұстайды. Мына жерде аты жоқ розам. Мына жердегі плетистый роза Аллегрия деген. Ал мына жерде робусталарым гүлдеп тұр. Арасында гүлдеп тұр. Одан кейін мына жерде клематисі міне. Арабелла деген. Кешегі жаңбырдан барлығы жатып қалды. Мына жерде симпатия деген плетистый розам. Гүлдері өте әдемі. Барқытный қызыл. Қанық қызыл түс. Мына жерде камера дұрыс көрсетпей тұр. Негізі кәдімгі қанық қызыл түс. Мына жерде енді әйгілі Пьер де Рансар. Өте әдемі роза. Кеше мына жаңбырдан қатты еңкейіп қалды. Бәріне опора керек болып тұр енді. Мынандай бронзовка. Осылай жесе уже өле бастайды гүлдер. Бұлардың да ашқанына 3-4 күн болды. Жайлап ашылғандарына. Қазір еңкейіп қалып тұр гүлдер. Жаңбырдан кейін. Жалпы міне биікте ашылып тұр. Мына жерде менде мынандай өте әдемі өсімдік. Мына Пьер де Рансармен әдемі келеді екен. Ашылмаған бутондары өте көп әзір. Не жоғарда. Пьер де Рансардың бір қызық қасиеттері мына көлеңке жағы бірінші ашылады екен. Мына арттары міне астында салбырап тұрған солар ең бірінші ашылды. Және оның жақсы бір қасиеті мына төменнен жоғарға гүлдейді. Розариум ютрозный әлі ашылмады. Мына инессастыр енді ашылуға дайын. Өте үлкен міне. Кәдімгідей. Мынау бір ветка екен, бір веткіде 2, 4, 6, 7, 8 сабағы бар екен, сосын қалыпты. Мына жерде осы жерден сынып қалады деп те ойламаппын. Сынып қалыпты. Мынау менде жаңағы айтқан почва покровный роза. Артқа қарай гүлдейді, мына көлеңке жағына қарай кетеді екен. Не екен? Мына жерде енді вильделион. Вильделион төменнен жоғарға. Жоғардағы гүлдері енді ашылмаса, әзір ашылмады. Және мына жердегі клематисі мынандай болып тұр. Мына жерге тағы бір сеткі тастадым. Ал
жоғарыға. Өйткені сетка жетпей тұр бұған. Одан кейінгі роза, мына роза не? Мынау қыстап шыққан бұтағы сол бірінші болып гүлдеп тұр енді. Ал мыналар биыл берген приросттар міне. Олар енді гүлдейді берсі. Мыналардың барлығы биыл бергендер. Дұрыс қыстамағандығы себепті мен қиған болатынмын. Сол гүлдеп тұр осылай. Мына шалфейім енді мықты биік болып кетті. Розалармен таласып тұр. Симпатия биік болса өте әдемі болайын деп тұр. Бұның негізі биік деп биылғы прирост мынау. Жаңағы не жеп қойды айттым, тіла, қара тіла. Содан кейін мына орнына 3 базальный берді. Базальный деп айтамын, жоқ базальный емес, бұл боковойлар шығар. Осындай берді. Және төменде тағы да болу керек бұ да. Жаңадан келе жатқан прирост. Міне екен ғой. Не, бутон салыпты уж. Одан кейін мына плетистый розам енді ашқалы тұр. Бұйырса. Мынау жақында сіздермен бірге еккен розам. Енді бұны еккенімді көрсеткен жоқпын, жалпы тамырын бәрін көрсеттім. Міне, мынандай бутондары бар уже. Ал мынау антик, бұл енді алып жатыр. Мынау Beautiful Bell деген плетистый роза. Жалпы характеристикасында, мінездемесінде өте жақсы айтылған. Отзывтары жақсы да. Көріп тұрсыздар міне. Потенциалы жақсы розалар сразу өзін көрсете бастайды. Одан кейінгі мына жерге келетін болсақ, мынау Николас деген канадалық роза. Гүлі өте әдемі, мынандай резной дейді ғой, айналасын әдемілеп, жаңағыдай кескен сияқты әдемі алып. Мына жерде бірінші бутоны бар, бірінші ашылған гүлі. Мынау бір веткаде өте көп. Бұл қатты биік болмайды, әдейі мына шыршаның қасына отырғыздым. Жалпы шыршаның қасына көп роза отырғызбайсыздар. Біреу, екеу, егер 3-4 отырғызатын болсаңдар, бір түстен отырғызған дұрыс. Бір түс болған дұрыс. Қызыл түс ашады. Енді әркімге қалай ұнайды. Сосын кофейный түстер бар ғой, солар өте әдемі тұрады негізі. Қылқан жапырақты өсімдіктермен, кока-лока, тағы не, соған ұқсас өте көп розалар бар, солар жақсы тұрады. Мына жерде робустам енді кешегі жаңбырдан болды. Ұрып тастады. Бұл робустаның бір жақсы жері гүлдеп жатып, келесі гүлдейтін мынандай приросттар береді. Бірақ менде мынау дұрыс қыстаған жоқ. Мен сіздерге айтқан болатын, кесіп көрсеткен болатынмын. Енді мен бұны, міне қараңыздар, мына жерден уже гүлдейтін почкалар беріп жатыр. Міне осы жерлерден кесетін боламын. Мынаны алып тастайтын боламын. Мен тек гүлдегенін күттім. Бір гүлдетіп алам да, сосын қиятын боламыз. Мына жерде уже беріп жатыр. Мыналар келесі гүлдеуге шығатындар. Әзірше енді гүлі бар, қанша дегенмен. Және бұл тез бутонын жинайды. Кейбір розалар бар, андай өте баяу жинайтын. Бірақ бұлар ондай емес робусталар. Мынау нокаут, дабл нокаут деген роза. Мынау өте әдемі роза.
бірақ кешегі мына жаңбыр ұрып тастады бұны аямай. Кешегіде гүлдер өте ірі болды. Бұл да морден канадалық роза атынып қалып тұрмын. Егер есіме түссе жазатын боламын. Негізі мына жердің барлығы бутонға толып тұрған болатын, сиырым жеп қойды. Келесін көретін боламыз. Егер гүлдейтін болса, мынаған бутон салуға болады. Бутон салу керек болады. Егер екінші қайтара гүлдейтін болса, менде бұл биыл бірінші гүлдеп тұр. Бутоны мынандай. Гүлдері қарапайым. Бірақ әдемі орхидеяға ұқсайды. Мына ластанып қалған дәл қазір. Алдыңғы бір видеомда көрсеттім. Мына жердегі робуста енді бұл жер сәл ықтау болғасын тұр. Тек мына шет жақтары ұшқан. Бұдан кейінгі мына жерде Хегли гибрид деген клематисім алдында ашылған болатын. Мына қалғандары әзірше ашылмады. Біреу ашылыпты. Бұйырса өсіп кетсе екен деп тұрмын былай қарай жоғарыға. Одан кейін мынау горец деген өсімдік, горец изменчивый деген. Көп жылдық өсімдік. Ал мына гүлдеп тұрған роза бұл білмейтін кісілер енді каналыма қарап жатқан кісілер болса, бұл канадалық роза бұл да. Аты аузыма түспей тұр. Осылай жатқа білсем де кейде аузыма түспей алады розаларым. Бұны да міне ұрып тастады. Бұның да көп болған жоқ ашылғанда, бірақ әлі ашылатын бутондары өте көп. Негізі екінші қайтара гүлдейтін роза, бірақ кейде гүлдемейді. Өзінің бір жаңағы не деп айтады. Көңіл күйіне қарай гүлдейтін гүл роза. Суды қатты жақсы көрмейді сондай. Мына же лилиялар жайлап бутон алып жинап жатыр уже. Мынау енді әдемі болып шар болып өсіп тұрған бұл герань. Герань кроваво-красная дейді. Неге олай аталған түсінбедім. Өйткені гүлдері ақ оның. Мынау да герань. Болмаса мен қателесіп тұрмын. Бары осы енді. Осы жаңбырдан кейінгі ауламыз осылай болып тұр. Сау саламат болыңыздар.